Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен жасалу өте оңай әрі жұп-жұмсақ болып шығатын шоколадты капкейк дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз, және де қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеоны ең алғашқы болып көретін боласыз. Одан бөлек төменде жазылып тұрған менің Instagram парақшама да жазылып қойыңыз. Ең алдымен бізге қажетті заттар: жұмыртқа, сода, қопсытқыш, кофе, какао, сұйық май, сүт, шекер және ұн қажет болады. Ең алдымен екі жұмыртқаға сұйық массаларымызды қосып, біркелкі масса болғанша венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Келесі құрғақ заттарымызды біріктіріп аламыз, яғни ұн, үстіне шым-шым тұз, какао, шекер, разрыхлитель, сода және кофені қосып, барлығын біріктіріп алатын боламыз. Енді сұйық массаға осы құрғақ массамызды венчиктің көмегімен араластыра отырып, біркелкі масса шығарамыз. Яғни видеода көріп тұрғандарыңыздай, ешқандай іртіксіз, қатты сұйық емес, қатты қою емес, біркелкі осындай шоколадты масса шықты. Енді қамырымызды капкейкке арналған осындай капсулаларға жайғастырсаңыздар болады. Не болмаса, өзіңізде қандай да бір кекске арналған қалып болса, соған жайғастырып пісіре берсеңіз болады. Бұндай капсулалардан пешке салып пісіре беруге болады. Яғни капсуламыздың 3/1 бөлігін, не болмаса жарты бөлігіне дейін қамыр құйып, 180 градуста 20-25 минут құрғақ шпажкаға дейін пісіріп аламыз. Мінекей біздің капкейгіміз дайын, өте жұмсақ әрі тез дайындалады және үйдегі бар заттардан оңай жасап алуларыңызға болады. Жасап көріңіздер және Instagram желісінде мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде мен сізді Instagram желісінде сторизге шығаратын боламын. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз және колокольчик белгісін басып қойыңыз. Жасап көріңіздер, сіздермен болған Әйгерім.